30 миллиондан зияде Украин пенсионерінің нефақасы октябрьден башлап артажақ. Бұ яны пенсион исляты саясынды мүмкін олды. Бұны баш назир Владимир Гройсман үкімет топлашывында білдірді. Қайдеткені кебі қанун өдевлерінің берілмесіне янашывны денаштыре. Михдарым ішті жеребесіне бағылы. Бұндан да ғайры пенсион фондының қытлығы азлашыр. Амма әйнасасы дей баш назир система дейми арттырыв өзерінді автоматик сүрете чалыша жақтыр. Оны инфляция файызы ве Украинада ортайлықның артмасы кіре. Ве әр ел система әршейні ғайрыдан сайып алажақ. Пенсион ислятына депутатлар шу күнлері қол тұтқан еді. Пенсияға чықмақ үшін ән азындан 25 еллық сигорта стажына сайып олмақ керек. 2018 сенесінден башлап әр ел артажақ. 2028 сенесі 35 елні тәшкілетіжек. Бұның елі етмеген елларны сатын алмаға мүмкін олажақ. Мы заклали основу. Адалетлі пенсион системанын темелені қойдық. Қолай бір елде келеді. Яны система өдеулеріні шу айның бірінші конунден артырмаға имкан бере. Октябрьнің біріне қадар ашқари нефақа миқтары 1312 гривнаны тешкелетсе, шымды 1452 гривнаны тешкелете.